ойыңыз болды ма сол кезде? Ол күні бізде ондай мақсат болған жоқ. Мен бізге айтып жатыр ғой, сондай іс әрекеттерімізге байланысты мен неше түрлі естіп жатырмын енді. Бірақ ондай мақсат мен өзімде келген балаларымда ондай мақсат ешқандай ондай мақсат болған жоқ. Бұл жазым жағдай аяқ асты солай болып кетті. Мен оны өзімде түсінбей қалдым қалай болып кеткенін. Қоя беріңіз. Дархан, айтыңызшы, сіз Қонаев қаласында қандай жарақаттан кейін ем алдыңыз? Сізге операция бірдеңке жасалды ма? Мен ана Талғардан сол күні тергеумен анықталатын кезде одан барып Қаржабай келіп, мен балам қайтыс болып кетті деп бізге уже айтқан кезде, ол кезде бізге медицина көмек сол күні көрсеткен жоқ. Бізге одан Қонаев қаласына әкелді. Қаласына әкелген кезде маған сол күні Қуаныш деген аға, ЕВС-ның бастығы сол кезде айтты, бет әлпетін жарақатын қалай деп. Мен айттым, аға, ауырғанды қоятын шығар, пока нормально. Өйткені мен сол күннен бастап, сол қамауға түскеннен бастап мен күнде обезбол ішіп жүрдім. Бір жағынан кішкене қатты ауырмағаннан кейін, мен қатты ауырмағаннан кейін мен көп жалоба жасаған жоқпын. Сосын тек қана обезбол ғана ішіп, ЕВС-те жата бердім. Қонаев қаласында операция жасады ма көзіңізге? Сол нақты жауап беріңіз. Қонаев қаласында операция жасалды. Құрметті сот, осы сотталушының жауабына сәйкес менде өтініш хат бар. Қонаев қаласында жасаған дәрігерді осы сот отырысына шақырып, барлық сұрақтарын қойып алсын. Түсінікті, хорошо. Рахмет. Адвокат Нұрқасымбаев, Қали Ахметтің өзінде. Сіз, Дархан, айтыңызшы, мына оқиға басынан бастап болдыңыз, сөйерге жаңа қызыл түсті көлік келді ғой, содан 3 адам түсті. Солардың әрекеттерін айтып бере аласыз ба? Мен сол күні Қаржабай менен телефон жұлып алып, мен телефонға кіріп шыққан кезде уже балалар келіп жатты. Ол балалар келіп енді көңіл күйде болғаннан кейін олар магазинге кіріп кетті. Мен олармен сөйлесіп, андай жаман іс-әрекеттер мен оны байқаған жоқпын. Қандай көлік? Бізде магазин болғаннан кейін ол жаққа көп адам келеді. Мен қанша адамның іс-әрекетін мен байқап, өзім соқ қалғаннан кейін, тем более әркімнің іс-әрекетін дұрыс байқаған жоқпын. Сотталушы, айтыңызшы, көліктің маркасы қандай ол келген көлік? Hyundai Elantra. Қызыл цвет. Мерседес көлігі осы Hyundai'дың алдында келді ма, жоқ, одан кейін келді ма? Қалай Elantra келгеннен кейін где-то бір 5-10 минуттан кейін келді ғой.